Сәлеметсіздер ме? Қазір сіздерге өз атыңызда ипі бар ма? Немесе сіз біреуге ипіні жаптырған болсаңыз және ипі нақты жабылды ма тексергіңіз келсе, онда сізге қазір оңай жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Қазір осы жердегі Google аккаунтқа кіреміз. Осы жерге kgd.gov деп жазасыз. Біріншісін басып, мына жерде үшінші тұрған поиск налогоплательщик деп тұр, сол жерге басып кіреміз. Одан кейін кішкене төмен түссеңіз, осы жерге ин жазатын жер шығады. Иніңізді тересіз және я не робот деп осыны басып поискті басамыз. Мына жерде қарасаңыздар 07-11-20 жыл менде ипі тіркелген. Одан кейін дата снятия деп тұр. Егер сізде мүлдем ипі жабылған болса, осы жерге мысалға 07-2-ай-23 жыл деген сияқты бір күнді көрсетіп тұрады. Егер де уақытша ипіңіз тоқтап тұрса, онда приостановление деген жерде бір күн жазылып тұрады.